отыра қойыңдар. Барлығымыз түгеліміз кім жоқ сабақта? Кім? Атты Қадыр? Мейрамбек жоқ, иә? Бір оқушы жоқ, басқамыз түгеліміз. Ал сабағымызды. Кел. Келе қойыңдар, тез. Барлығымыз оқып түсінер ме өздерге? Бірінші топ, мына жақама бірінші топ тапсырмасы. Үй тапсырмасы, бірақ топқа бөлініп алып екен, топтық тапсырмаменен осыны орындап шығамыз. Кейінгі нақты. Әке маған не салып кейінсін. Алдына жерде, яғни 4 топқа жасалған тапсырма бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші топқа. Өздері мына топты, мені ашыңыз, біз мына топ жауап береміз деп, таңдасаңдар мен ашып отырамын. Қайсы топ дайын? Ал, айдарамын. Екінші ашамыз? Бірінші. Бірінші ашып ашамыз, иә? Кет. Не қыратырымдар сендер? Сендер жақта тұрымдар, сендер айтып тұрасыңдар, сөйтіп істейікші. Бірінші сөйлем оқыңыз дейсіз. Қайсыны белгілейміз? Жас травмасында жасуша өздеріне айтайық, апара бер. Апара бер. Ну, нешемен істейсіз? Одан кейін жазып береміз, одан кейін сырты адамның өзіне, оның көзге көрінбейтін кішкентай бөлшектеріне жасушаларына жасыруды ұйғарды. Бірақ осы құпия қорапшадан қазір таңдайтын дүниелеріңізді айтамын. Мына жерде құпия қорапшаның бірінші 4 топ өзімізге келеміз бе, мына жердегі берілген платформаларды таңдап кетейікші. 4 топ. 4 басшы сайланып қой ортадан, топ басшылар келеміз. Өздеріңе артында бүйтіп алсаң болады. Қалғанын оқып тұрды. Ал енді балалар, біздер қазір тек қана не таңдап тұрмыз? Платформа таңдадық па? Ал енді осы платформаны жасау, яғни оны жасау үшін біздер келесі тақырыпты таңдауымыз керек. Осыған берілетін тақырыптарды таңдаймыз. Ал енді таңдап алды. Сендерге тапсырма. Уақыт үнем дейміз балдар. Қандай платформасы сендерге? Эдукаплей платформасы. Мендердің цитология. Мендердің цитология. Түсіндіріп өтейік. Мендердің тәжірибелердің цитологиялық маңызы дегенде келесі топқа өздеріңіз топты таңдайсыңдар. Сол топқа Эдукаплей платформасымен сұрақтар дайындаймыз. Тура сендерде сондай. Бірақ сендерді өзгеше, қандай сендерді? Кинотеатр. IDG. Не істейсіңдер? Келесі топқа видео көрсетті. Сендерді, яғни квест, өздері тапсырмаларын дайындайсың, сендерге бөліміз ат, яғни осы бойынша тапсырма дайындаймыз. Ал кеттік. Уақыт. Дайын болса, мен белгі беруге болады. Ал фенотипте отырғанбыз. Көбінесе сыртқы көрінісі
ғылыми сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы біз өткен тақырыпта өсімдіктер дүниесі, жануарлар дүниесіне және адам анатомиясына қысқаша тоқталған болдық. Бүгін енді генетика тақырыбына қысқаша тоқталайық. Жалпы генетика дегеніміз не? Осы генетикаға үлес қосқан ғалымдар және Мендель заңдарын сіздерге қысқаша түсіндіріп беретін боламын. Нақты да анық. Дұрыс. Ой, керемет, жарайсыздар балалар, барлық сіздер. Яғни кімға қанша өздерің білесіңдер, нешеуін белгіледіңдер? Генетика дегеніміз белгілердің тұқым қуалау заңдылығын және олардың өзгергіштігін зерттейтін ғылымды айтады. Ғылым деп генетиканың негізін Грегор Мендель қалаған деп есептеледі. 1866 жылы өсімдік будандары мен тәжірибелер атты мақаласы генетиканың жеке ғылым ретінде негізін қалауына ықпалын тигізді. Бұршақты зерттеу нысаны ретінде ерекшелігі Грегор Мендель бұршақты кездейсоқ таңдап алған жоқ. Оның өзіндік себептері болды. Грегор Мендельге дейін басқа да ғалымдар будандастырумен айналысты, бірақ олардың ешқайсысынан айқын заңдылықты табу қолынан келмеді. Грегор Мендель математик ретінде 10 белгісізді табу үшін 10 теңге құру керек. Айқас тозаңдандыру арқылы тозаңдандырып, бірінші ұрпақ будандарын алды. Олардың барлығы 100% сары болды. Кейін Мендель тәжірибесінің екінші фазасына кірісті. Бірінші ұрпақтың барлық бұршақтарын жинап, оларды өздігінен тозаңдандырды да екінші ұрпақ будандарын алды. Бірақ бірінші ұрпақ будандардың арғы тегінің бірі жасыл еді. Екінші ұрпақ будандардың сары және жасыл бұршақтар пайда болды. Грегор Мендель бұны ажырау заңы деп атады. Сендер отырыңдар, иә? Бұл менің көпірім. Иә, бұл үшін көпірден өту үшін сұрақ, Айдахардың берген сұрақтарына жауап беру керек екен. Мендельдің заңдары нешеу және олардың атаулары қандай дейді? Кім жауап береді? Мендель заңдары екі топқа бөлінеді және біріншісінің аты біркелкілі заң, екіншісінің аты ажырау заңы. Дұрыс па? Ал келесі. Иә. Үшке кіру. Иә. Жинадық. Келесі. Қысқа көмектесу. Көмектесеміз өтіп кетеміз ба? Жұмыртқасы түсіп қалған, иә, рахмет. Ал енді сұраққа жауап беріңіз дейді. Сыйлық жинады ма? Иә. Генотип пен генотиптің айырмашылығы неде дейді? Жаңа айтып өттік, иә? Кім айтамыз? Генотип ағзаның генетикалық құрамын білдіреді, ал фенотип генетикалық ақпараттың сыртқы көрінісі. Бірақ сұрағым бар дейді. Орманға бару. Менің қарным аш дейді. О, не істейміз енді? Өткізу. Иә. Келесі. Видеоны көріп алғаннан кейін бұл топты шақыру керек. Келе ойында болған, сендерге тек қана оған тұқымдалық бір-бірімен айқасу заңдарында және аналықтың бетін қағаз қақпашымен жауып, алынған ұрпақты бірінші ұрпақ буданы деп атады. Осылайша бірінші ұрпақ буданның негізгі генетикалық заңы пайда болды. Кейін Мендель қайтыс болған кейін бұны Мендельдің бірінші немесе басымдылық заңы деп атады. Мендель сары түсті бұршақты доминантты деп атады, жасыл түсті бұршақты рецессивті деп атады. Себебі сары түс басымдырақ болды, жасыл түс басушы болды.